Жайна тағы да іште арпалысып, үнсіз жылады. Есік сырт етіп жабылғанда, күйеуі Асылбектің кіргенін сезіп жатса да, ұйықтап жатқан кейіп танытып, теріс қараған күйі көзін жұмып жата берді. Көзінен сорғалаған жасын асығып, сүртіп, қимылсыз жата қалды. Асылбек мысықша басып бөлмеге кірді де, киімдерін шешіп, жылы төсекке ақырын ғана енді. Күйеуінің суық денесіне жақын келгенде, Жайна дір етіп тітіркеніп кетті. Өзіне опасыздық жасап келген тәнді бүкіл жан дүниесімен қабылдай алмай, іштей өксіп жылап жатты әйел. Асылбек Жайна жаққа көз қырын да салмастан, теріс қарап алаңсыз қорылға басты. Бір ай. Күйеуінің өзгеріп жүргеніне бір ай болды. Азап пен арпалысқа толы бір ай Жайна үшін нағыз тозақ еді. Білсе де білмеген, сезсе де сезбеген кеп танытып, екі баласын әкесіз қалдырмау үшін Асылбектің сатқындығына көніп те қойған. Асылбек өзіне опасыздық жасайды деген ой Жайнаның үш ұйықтаса да түсіне кірмеген еді. Адал жар, қамқор әке, қай жерден мүлт кетіп ібілістің арбауына ерді. Бұл Жайна үшін жұмбақ. Бар білері, айрандай үйіп отырған шаңырағын шайқалтуға жол бермейді. Оған қақысы жоқ. Ерболы мен бұлбұлын тірі жетім етіп қоюға жүрегі дауаламайды. Өзі жалғыз қаларын елестетсе, жоқ. Бұл ойдан зәресі ұшып, жүрегі алқымына тығылады. Бір өзі шеттей бала шағасын қалай жеткізеді? Бар үміті де, сүйеніші де жан серігі Асылбек. Бүкіл өмірін Асылбектің қолына аманаттап тапсырған. Күйеуі жоқ болса, бұл да жоқ. Тағдырдың тегеурінді толқынына төтеп бере алмайды. Қорғансыз құстай қос балапанымен түтек боранның қақ ортасында қалғалы тұр. Жайна ешкімге ештеңе білдірмей, іштен тынуға бекінді. Осыншалықты ауыр боларын білмепті. Нәзік иығына қара тас арқалап жүргендей еңсесі түсіп, бір айдың ішінде шөгіп, қартайып кетті. Бәрі бар, үйі, көлігі, жұмысы, ұлы, қызы, күйеуі. Тек жүрегінде тыныштық жоқ. Асылбегі қалайша бұның көзіне шөп салып бастағанын қанша қазбаласа да түсіне алмайды. Қай жерден жаза бастым? Неге? Неге ол мені өзгеге айырбастады? Осы сұрақтар жанын жегідей жейді. Асылбектің өзінен сұрауға дәті бармайды. Күйеуі сол сәтте-ақ есікті тарс жауып, қайырылмастан кете баратыны анық. Жалғыз жолы бар, ол үнсіздік. Жайна жан баласына тіс жармай, өз ауыртпалығын өзі көтеріп, өмір сүріп жатты. Бір айдан кейін Асылбек үйге мүлдем келмейтінді шығарды. Жайна сұраса, жұмыста жобалар шығып қалды, түнге қалам деп телефонын қойып тастайды. Ақ некелі әйелінен шекесі торсықтай ұлы мен алтындай қызынан безіп, жылулықты өзгеден іздеді. Жайна не істерін білмей дал болды. Үнсіз қалғаны бекер екен. Бәрін айту керек еді. Жайна Асылбекке қайта-қайта қоңырау шалды. Асылбек: алло, неге тыныштық бермейсің? Хабарласа бермеші, жұмысым көп деп. Телефонын жауып тастап еді, Жайна қайта хабарласты. Не керек деп, Асылбек телефонның ар жағынан айғай салды. Жайнаны жек көріп кеткен, әйелінің даусын да естігісі келмейді. Асылбек: сен қайдасың? Үйге келмегеніңе бір апта болды. Бізді тастап кеттің бе? Асылбек: жауап бер, бізді тастап кеттің бе? Деп, бұл да жан даусы шығып айғайға басты. Арыстандай ақырып тұрған Асылбек әйелінен бұндай сөз күтпеген еді. Ұрлығы әшкере болған адамдай іші қылп етіп үнсіз қалды. Кешке барам, тамақ жасап қой, деді де телефонды лақтырып жіберді. Бұл кеш күндегіден өзгеше. Асылбек пен Жайнаны маңызды әңгіме күтіп тұрған еді. Асылбек үйге асығыс кірді. Өз үйінде бөтен адам сияқты. Аяқ киімін тез-тез шешті де, аяғына оралған екі баласын маңдайларынан бір-бір иіскеп ас үйге беттеді.
Жайна бар тәуірін киіп, үстіне әтірін сеуіп, боянып сыланып алған еді. Жүрегінен тыныштық кеткен адамның өңі жарқыраушы ма еді. Сүлкіні түсіп, солпиған тұрпаты қанша бояу жағып әрлесе де ажарланбай солып қалған. Жанарынан нұры кеткен әйелін көргенде Асылбек шошып кетті. Қарсы алдында сүйкімді жары емес, өзге біреу тұрғандай Асылбектің тынысы тарыла бастады. Өз үйінен тез кетуге асықты. Асылбек, қарның аш па, тамағыңды іш, деп күйбеңдеді күйеуін көрген Жайна сасқалақтап. Қолына ұстаған қасығы жерге түсіп кетті. Я, құй шайыңды, асығыспын, қайта кетуім керек, деді Асылбек. Қайда кетесің? Деді Жайна, қайда барарын біліп тұрса да, шын жауабын айтып қояма деп қорқақтап. Жұмысқа да, қайда барушы едім басқа, деді Асылбек өп-өтірік. Әйелінің көзіне тік қарай алмай, төмен қараған күйі тамағын жей берді. Не жұмыс бітпейтін, бұрын ондайың жоқ еді, деді Жайна. Шетелден тапсырыс түскен, соны орындап бітпейінше маған тыным жоқ. Сен бұлай жаса, мына бала шағаға ие бол. Мен жұмысы біткен кезде қайтып келем деп, Асылбек орнынан тұра беріп еді. Жайна оған отыр дегендей ымдап, Асылбек жұмысын қашан бітеді, деді. Жайна, мына ішіп отырған тамағың, үйің, көлігің, салоның, бәрі менің арқамда. Жұмыс істеуім керек, жолыма кедергі болма. Артық ештеңе сұрамашы менен, деп еркек үйден шығуға оқталды. Жайна тағы да үнсіз қалды. Күйеуі жалт етті де жоқ болды. Кетті. О Алла, енді қайттым, деп Жайна жерге сылқ етіп отыра қалды. Бұлдырлаған екі баласына қарады. Бір-бірін қуып ойнап алаңсыз жүр. Сықылықтап күледі. Жайна, мені тастаса тастасын, мына екі періштені қалай көзі қиды екен деп, өзінен суынған күйеуіне қатты ренжіді. Өз-өзіңді қолыңа ал, Жайна, берілме. Күйеу сенікі. Анау албысыдан бар да күйеуіңді тартып ал, дейді ішкі даусы. Оның не кінәсі бар? Асылбектің өзі, сол кінәлі. Өзі тыныш жүрсе, оған ешкім жабыспайды, дейді тағы бір дауыс. Жоқ, сен кінәлісің. Күйеуіңді ұстап қала алмадың, оған лайықты жар бола алмадың деген ой келгенде, Жайна өзін қайда қоярын білмей, қанаты күйген көбелекше безектеп кетеді. Бұл таңнан кешке дейін жұмыс істемейді. Шағын сән салоны бар. Анда-санда бір барып құжаттарды қарап, тексеріп кетіп тұратыны болмаса, ішкі жұмыстарына етене араласпайды. Өткені бірінің артынан бірі туған екі баласы тым кішкентай. Әйтеуір ақшадан тарығып көрмепті. Керісінше, дүние де ақша да жетеді. Таңғарадай үйде ұйқысыз түндері өтіп жатты. Екі баласын екі жағына алып, Аллаға жалбарынады. Асылбекті түзу жолға сала көр деп сұрайды. Басқа амалы жоқ. Жайна өз-өзіне мықты болуға серт берді. Бір күндері кеткен күйеуі қайта келер. Дегенмен оны көруі керек, әлгіні. Жайна сол күннен бастап Асылбектің артына шам алып түсті. Біраз күн өз күйеуінің соңында жүріп, оның үнемі кешке бір үйге келіп қонатынын анықтады. Жайна Асылбектің көңілдесі осы үйде тұратынын білген бойда ештеңе ойламастан күйеуінің ашынасын көзбен көрмекке бекінді. Түс ауа көлігімен сол бір көп қабатты пәтердің қақ алдына тоқтады. Екі кішкентай баласын көліктің артқы орындығына өңгеріп алған. Не де болса қос қолының құшақтап, әлгі әйелдің алдына бармақ. Күйеуін қармаққа түсіргеніне қарағанда осал әйел емес секілді. Бәлкім жасы үлкен, егде келіншек болар, әлде өзі қатарлас жан ба? Ол жағы Жайнаға құпия. Келіншек үйелмелі, сүйелмелі екі баласын көліктен түсіріп, әлгі көп қабатты үйдің алдына келді. Ох, қай пәтерде тұратынын білмеймін ғой, тіпті түрін де танымаймын, енді қайттым, деп, анашым деп етегінен тартқылаған екі баласын қайтып көлігіне отырғызды. Сөйтті де
рөлге отырып ебіл-себіл болып жылады. Тоқтай алмады. Әлі естерін білмейтін екі кішкентай аналарының жылағанына шошып үрпиіп отырды да олар да аңырап қоя берді. Көлік іші азан-қазан болды. Не істеп жүрмін, кімнің қалпына түстім мен деп Жайна рөлді тоқтатпады ай келіп. Сөйтіп отырғанда таныс көлік тоқтап ішінен күйеуі мен бір келіншек шықты. Күн жап-жарық болса да екеуі қақ алдарында тұрған Жайнаның көлігін байқамай өз-өздерімен мәз-мейрам болып пәтерге кіріп үлгерді. Жайна келіншектің ту сыртынан ғана байқағаны болмаса бет-жүзін бағдарлап көре алмады. Қаны басына шауып екі баласын көліктен асығыс түсірем дегенше подъездің есігі сықырлап жабыла берді. Бір баланы көтеріп, екінші баланы жетектеп алқына басып подъезге кірді. Пәтерге де кірместен подъезд бұрышында бір-бірін аймалап өліп-өшіп жатқан күйеуі мен көңілдесін көрген Жайнаның көзі шарасынан шығып кете жаздады. Күйеуі басынан тас түскендей есеңгіреп қалды да кейін бойын тез жинап алып құшағындағы көңілдесін жібере салды. О сұмдық, көңілдесі деп жүргені өрімдей жас қыз екен. Әрі кетсе жасы 16-17-лерде болар. Кәмелеттік жасқа толған қызға да ұқсамайды. Қасы көзі қиылып, ұзын кірпігін қағып, екеуіне кесек-кесек қарап тұр. Тіпті міз бағар емес. Жайна қатты түңілді. Асылбек, Құдай төбеңнен ұрсын сенің. Қазір-ақ сенен ажырасам. Не деген оңбаған адам едің. Жап-жас қызбен ойнастық қылып жүрген сені адам деуге аузым бармайды. Деп қатты айғайлап, екі баласын етегіне сүйретіп, жүгіріп подъезден шығып кетті. Жүрегі есіліп көргеніне сене алмады. Кішкентай қызы мен ұлының алдында жер болғандай қатты ұялды. Асылбек әйелінің артынан шыққан жоқ. Жайна тым болмаса ақталар деп күткен. Жоқ, келіншек істеген ісіне өкініп бармағын шайнады. Одан да үндемей жүре бергені дұрыс еді. Осыған дейін төзіп келді. Бұдан арыға да сынбай шыдар ма еді. Жайна ажырасуға арыз жазбай жүріп алды. Күйеуі келер деп күтті. Асылбек сол күннен бері ізім ғайым жоғалды. Ай сайын шотына ақша салып тұратыны болмаса, күйеуі бұл өмірде жоқ секілді. Арада айлар өтті. Тастанды келіншектің жан жарасы жазыла бастады. Езіліп жата бергені болмас, екі баланы аяққа тұрғызу үшін өз-өзін қолға алуы керек. Асылбек бұның мүліктеріне, салонына тескен жоқ. Сол күннен бастап із-түссіз жоқ болды. Ажырасуға сотқа қашан шақырту келер екен деп алаңдады Жайна. Сырт көзге мықты көрінгенімен келіншектің іші толған ашу мен кек еді. Күйеуінің сатқындығы жанына батып, өзін жегідей жейді. Жан жарасы жазыла бастағанмен орны сыздап, жүрегі тыным бермейді. Өз әке-шешесі де, күйеуінің әке-шешесі де, жанашыр туысқандар да Асылбекті отбасына қайтара алмады. Кетем деген еркек байлап ұстасаң да, арқанды үзіп, сол бір жанға асығып тұрады екен. Көңілдес ақ некелі жарынан артық көрінді. Жайна екі баласын балабақшаға тапсыратын жасқа дейін жеткізіп, әлгі үйге тығылып барғыштайтын болды. Қызық, Асылбектің дәулеті жетеді, енді неге басқа үй әпермейді екен деп ойға салынып, екеуін бір рет болса да көргісі келеді. Бір кезде Асылбек көңілдесін көлігінен түсіріп, подъезге қарай жақындады. Көңілдесінің іші шермейіп қалыпты. Домаланған ішін одан әрмен шығарып, шірене басады. Екі қабат екен, деп ойлады Жайна. Сөйтті де көлігінен түсіп, есігін тарс етіп жапты. Әлгі екеуі дыбыс шыққан жаққа жалт қарады. Сен екеуің бақытты өмір сүрейін деген екенсіңдер, құттықтаймын, деді Жайна жүкті көңілдестің ішін мысқылдай нұсқап. Саған не керек, деді Асылбек қабағын шытып. Бірнеше айдан бері бұған қаратып айтқан сөзінің сиқы осы болды. Маған не керек? Маған күйеу, екі балама әке керек, деп Жайна сақылдай күлді. Құдды пері секілді. Асылбек көңілдесін әлпештеп подъездің алдына дейін апарды да Жайнаға дүрсе қоя берді.
Сен қатын үндемегенге басқа шығайын деген екенсің. Мен болмасам сен кім едің? Үй, көлік, салоның бар, шалқып тасып өмір сүріп жатырсың. Бірақ қағаз, менің бір ғана қолым жетеді. Бір минутта бәрінен айырыласың. Сенімен ажыраспай жүргенімнің бір ғана себебі бар. Бүкіл дүниемді, жиған тергенімді бөліске сала алмаймын. Бірақ егер Ажар көңілдесін нұсқап қаласа, сенімен ажырасу маған түк емес. Бұдан әрі маңыма да жолама. Сенің жағдайыңды жасап бердім. 2 бала аш қалып жатқан жоқ. Мен саған енді ештеңеге міндетті емеспін. Қолындағы барыңа риза бол деп, Асылбек Жайнаны жұлқылап, көлігіне қарай лақтырып жіберді. Асылбектің айтқанының бәрі рас. Жайнаның әке-шешесі қарапайым кісілер екені ақиқат деді. Асылбек, мен сенен дүние сұрадым ба? Мынау қу темірдің құны көк дейін, деп Жайна көлікті аяғымен теуіп қалды. Балаларыма әке керек, мен оларды сен тірі тұрғанда қалай жартылай жетім қылам, деді сосын жыламсырап. Мынау киім, үй, салон бәрі әдірам қалсын, маған сен керексің, Асылбек, деп күйеуінің аяғына жығылып тізерлеп отырды. Асылбек аздап сасқалақтап қалды да, сен не деген сөз өтпейтін топас едің, саған сөзім шығын деп бұрылып кете барды. Жерде тізерлеген Жайна солқылдап жылады. Сөйтті де шалт қимылдап, анау жерде өздерін бақылап тұрған көңілдеске қарай тұра ұмтылды. Көңілдестің шашына сүйреп жерге алып ұрды. Сен шайтан, отбасымның шырқын бұзған албасты, сенің менен қай жерің артық деп бас салмақ боп енді ұмтылып жатыр еді. Асылбек жүгіріп жетіп, Жайнаны көтеріп алып көлігіне бірақ отырғызып тастады. Мысық құсап, мәймен күліп жүретін едің. Сенің шынайы бейнең осы, Жайна. Осындай жауыз, ызақор адамсың. Мен сені сүйген емеспін. Сен менің басымды дуалап, өзіңе үйлендіріп алдың. Нағыз албасты мына сен деп, Асылбек Жайнаның көлігін сыртынан тарс жапты. Күйеуінің айтып тұрғаны қып-қызыл жала еді. Асылбек емес, басқа біреу сөйлеп тұрғандай. Жайна күйеуін сонда да жамандыққа қимады. Өзіне тиесіліні ала алмаған Жайна терісіне сыймай, өшін кімнен аларын білмей, біраз тепсінді. Уақыт дөңгелегі зымырай берді. Жайна балалары өскен сайын еңсесін тіктей бастады. Арада 5 жыл өтті. Жайна осы уақыт аралығында күйеуін бір рет болсын көрген емес. Заңды некеде тұр деген аты болмаса, жанында жолдасы жоқ. Жайна алда-жалда өмірлік серік болар азамат кездесіп жатса, заңды некені бұзуға сол кезде өтініш берермін деп мән бермей жүре берді. Бір күні кешкі тамақ ішіп болып енді жатайын деп жатқан есіктің қоңырауы шар етті. Жайна 2 кештің ортасында бұл кім болды екен деп есікті тез ашты. Қарсы алдында Асылбек тұр. 2 баласының әкесі, өмірлік жары. Асылбек 5 жылдан кейін өзі тастап кеткен отбасын қайта іздеп келгенге ұқсайды. Жайнаның тас боп қатып қалған жүрегі шым етіп, қатты сыздап кетті. Сонда да сыр білдірмей кезінде өзін кеудесінен итерген Асылбекке басын көтеріп тік қарап тұрды. Өткені беті ашық еді. Асылбек сәл именіп Жайнаға жыланышты көзбен қарады. Жайна, 1 минут уақытың бар ма? Деді сосын. Тез айт, деді Жайна өктем үнмен. Жайна, мені кешіре аласың ба? Мен саған қайтып келдім. Мені қабылдай аласың ба? Деді Асылбек есіктің босағасынан үйге 1 қадам аттай алмай. Жайна мырс етіп күліп жіберді. Мен сендерді тастап кеткенімді мойындаймын. Менің басымды айналдырып алған ба, білмеймін. Әйтеуір көзім байланып қалды. Жайна, маған қазір сен керексің. Ажар қазір жазылмас дертке шалдығып, соңғы демін күтіп жатыр. Соңғы 1 жылдан бері ауруымен арпалысып, ауруханадан аурухана төсегін тоздырды. Бәрін басынан бастап айтайын. Маған тағы 1 мүмкіндік берші, деді Асылбек. Жайна аңтарылып тұрып қалды. Асылбек дәл бұлайша басын иіп алдына келеді деп күтпеген еді. Алла, о Алла, осы жылдар бойы бір өзіңе жалбарындым, түзу жолдан таймадым. Алла, сен
не деген құдіретті едің, шүбәсіз құдіреттісің деп біраз үнсіз тұрды да Асылбекті үйіне кіргізді. Еңсесі түскен күйеу жан-жағына бағдарлап қарап, өзі есігін теуіп шыққан үйіне бүкіжектей кірді. Көзімен екі баласын іздеді. Өсіп қалған қыз бен ұл әкелерін де танып не танымай тұрғаны белгісіз, теледидар қарап алаңсыз отырған еді. Анашым, ол кім деп бір-бірінің артынан жүгіріп келді. Ешкім, барыңдар деп Жайна балаларын қайтарып жіберді. Балаларын көрген Асылбектің көзіне жас үйіріліп қалды. Біресе Жайнаға, біресе балалары жаққа жәутең-жәутең етті. Асылбек Жайнаға бәрін басынан бастап айтуды жөн көрді. Жайна, мені қайта қабылдай алмайтынды білем. Ажарға кез болған күннен бастап ойым кетті. Бірақ сені тастап кету ойымда болған емес. Көзімді шел басып, Ажарды сүйем деп ойладым. Сені сыртқа теуіп, екі баламды ұмыттым. Ажарды сүймеймін деп те айта алмаймын. Білесің бе, мен оны бұл күйінде тастап, өзіңе оралды деп түсініп қалма. Айтайын дегенім, Ажар сені көргісі келеді. Соңғы демі қалған шағында саған бір шындықты айтқысы келіп жатыр деген Асылбек әр сөзін үзіп созып әрең айтты. Жайна не дерін білмей состиып тұрып қалды. Асылбек, өзің не деп тұрғаныңды білесің бе? Деді Жайна өктем сөйлеп. Иә, Жайна, саған көп нәрсе айтуым керек. Өтінемін, ойланшы, деді де Асылбек кетуге оқталды. Жайна тағы да арпалысқан ойлармен бетпе-бет қалды. Асылбек не деп кетті? Өзіне қайта келді ме, жоқ па? Бұл Асылбек пен Ажардың кезекті ойыны тұзағы болып шықса ше? Түні бойы дөңбекшік шыққан Жайна не көрмеген бас, бұны да көрейін деп келесі күні ауруханаға баруға бел буды. Аурухана есігінің алдынан бұны Асылбек күтіп алды. Өңі кешегіден де әбіржіп, жүнжіп кетіпті. Бір орында тұрақтамай, әрі-бері теңселіп қозғала береді. Асылбек бұны Ажар жатқан жалғыз адамдық палатаға ертіп апарды. Бір уыс боп бүрсіп, қабырғасына жабысқан Ажарды көзбен көру Жайнаға оңайға соққан жоқ. Көзі ғана бұл адамның Ажар екенін анықтап тұрғандай. Әлсіреп жатқан Ажар Жайнаны жазбай таныды. Сол-ақ екен, бұрынғы сылқым көңілдестің көзінен жас тамшылары бұрқ ете қалды. Аурухананың суық төсегіне көз жасы көл болып ақты. Сосын ымдап Жайнаны өзіне шақырды. Жайна жүрегі есіліп Ажарды аяп кетті. Еңкейіп бетін тақады. Жайна, деді Ажар. Бір ауыз сөзді айту үшін көп қиналды. Бар күшін жинап, иегі дірілдеп, Жайнаны өзіне қарай жақындатпақ болды. Мені кеш, ұлдарым өзіңе аманат. Асылбектің кінәсі жоқ. Мен оның... Әрі қарай сөйлей алмай сұқ жатып қалды. Жайнаның өмірі осы сәтте төңкеріліп түскендей еді. Бұлай болады деп кім ойлаған? Ажар қайтып қимылдап, Жайнаға көзін төңкере қарады. Жайна қайтып еңкейді. Сыбырлаған Ажардың әлсіз шығып жатқан даусын есту үшін құлағын түрді. Мен Асылбектің басына дуа салдым. Байлығына, дүниесіне қызықтым. Ойбай, қателесіппін. Дуа салған адамның мекен-жайы міне деп, нәп-нәзік жұдырығына әлсіз ғана түйіп алған қағазды нұсқады. Жайна қағазды Ажардың қолынан алып ашып қарап еді, бір адамның аты мен мекен-жайы, телефон нөмірі жазылып тұр екен. Асылбектің басындағы дуаны осы адам ғана қайтып шеше алады. Маған кешірім жоқ. Мен сендердің өмірлеріңді ойрандадым. Жазамды аямай тарттым. Қандай дертке шалдыққанымды жер бетінде тірі жан білмейді. Диагнозым жоқ, түсінесің бе? Алланың қаһарына ұшырадым. Ұлдарым өзіңе аманат. Олардың кінәлары жоқ, періште ғой. Жайна, сен бақытты жансың, деді де Ажар қимылсыз бір нүктеге қадалып жатып қалды.
Науқасты одан әрі қинауға болмайтынын түсінген дәрігерлер Асылбекті де Жайнаны да палатадан шығарды. Қалай байқамаған? Шынымен Асылбек күрт өзгергенде. О, тоба! Адал күйеуін күрт өзгерткен қара күштің құдіреті болғаны ма? Арада бірер апта өткенде Ажар о дүниеге аттанып кете барды. Жайна осы уақыт аралығында Асылбекпен көп сөйлесуге тырысты. Бір сөзімен қиыспай, әр нәрсені айтып кеткенін байқап, жолдасынан шындап күмәндана бастады. Әрі ажал аузында жатқан Ажардың ақиқат айтып кеткеніне бек сенімді еді. Бүкіл әулетті аяқтарына тік тұрғызып, Жайна Асылбекке дуа салған әлгі адамды тауып алды. Ол алдына келген еркекті бірден танып, бірнеше күн бойы өзі салған дуаны қайтып шешіп алуға кірісті. 5 жылдан бері қазбаламай жүре беріпті. Жайна соңына дейін қумаған өзінің көнбіс мінезіне қатты күйінді. Сол кезде-ақ Асылбектің отбасынан оңай бас тартқанына көнбеуі керек пе еді. Дуа салған кісі бәрі қалпына келді деген күні Асылбек пен Жайна Алланың үйі мешітке барды. Молдаға болған оқиғаны бәрін қаз қалпында баяндап еді. Молда басын шайқап, үнемі Алланың атын атап, дұғада жүретін адамға ешбір қара күш жолай алмайды. Сіздің айтып отырғаныңызды шын өтірік дей алмаймын. Бір Аллаға аян. Менің сіздерге айтарым, намазға жығылып, Алладан кешірім сұраңыздар. Расымен Алла шексіз мейірімді, деді де ұзақ уақыт сүре оқыды. Жүздеріне нұр жүгірген Асылбек пен Жайна мешіттен шыққанда жаңа өмірге қадам басқандай еді. Енді екеуін ешкім ажырата алмайды. Жайна Асылбектің Ажардан туған 2 ұлын 100 ойланып, 1000 толғанып, ақыры қамқорлығына алды. Өзінің бұрынғы Асылбегі қайта оралғандай. Арқа сүйер азаматы енді ешқашан отбасын тастап кетпейді. Өйткені ендігі жерде алынбас қамалы бар. Ол дұға. Асылбек пен Жайнаның қайта қауышқанына бүкіл ел қуанды. Жайнаның сабырлығына, төзімділігіне, пейілінің кеңдігіне сүйсінбеген жан қалмады. Жаза басқан Асылбек ақыл есін қайта тапқан адам секілді сөзі түзеліп, бұрынғы қалпына келе бастады. 1 жылдан кейін Жайнаның аяғы ауырлап, дүниеге қыз әкелді. Енді олардың 5 баласы бар. Жайна Ажардан туған 2 ұлды бөле жармай бауырына басып алды. Өйткені қос ұл аманат. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Асылбек Жайнаға қайта ғашық болды. Жауһары жанында екен. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт өмір ұялаған әр жанұяға қадалар тіл мен көз аз емес. Оңай олжа көздеп жаза басқан адамдардың арам пиғылы да көп нәрсені өзгерте алады. Алайда адал жүрегімен отбасын сақтауға тырысқан жанның таза ниеті ерте ме кеш пе бәрін өз орнына қоятыны хақ. Асылбек пен Жайна бүгінде өткенді ұмытқан, 5 бала 5 жағынан қаумалағанда нағыз бақыттың жанұя бүтіндігі екенін ұғып, бір-бірінің көңілдеріне қылдай қаяу салмауға тырысады. Жайна жұма күндері таңмен тұрып, шерпек салып, Ажардың атын атап дұға оқиды. Өзімен бірге ақиқатты көрге алып кетпей, ұлдары үшін Жайнаны тауып алып, 2 ұлды дәл өзіне аманаттағанына ризашылық білдіреді. Ал Асылбек сол уақыттарда қолында барын бағаламай, қылмыңдаған жас қызға оң қабақ танытқан үшін әлі күнге өзін кешіре алмайды. Бойжеткеннің қармағына қалай түсіп қалғанын өзі де аңғармай қалыпты. Бірақ енді ол ақ некелі жарына деген сезіміне толықтай сенімді. Құдай қосқан қосағын алақанына салып әлпештеп өтуге серт берді.